Баршаңызға сәлем. Мохитоны тек қана жазда емес, енді қысқа да осылай дайындап ішсеңіздер болады. Өте дәмді болып шығады. Мен 3 түрінен жасап шықтым. Фруктовыймен араластырып мохито істедім. Біріншісі көріп тұрғандарыңыздай шабдалыдан, және де екіншісі құр апельсин мен лимонды араластырдым, және де алмадан жасадым. Осылай сіздер де істеп көріңіздер. Ол үшін бізге шабдалы, алма, апельсин, лимон және де жалбыз қажет болады. Және де азырақ әр банкіге 1 стакан шекерді жаңағы қажет етеді. Осылай ыдысымызға суымызды құйып, біздің жемістерімізді жақсылап содамен жуып алатын боламыз. Себебі бұл жемістер сыртта көбінесе шаң тозаң жерде тұрғандықтан оны осылай залалсыздандырып аламыз. Міндетті түрде осы содамен жақсылап жуып алыңыздар. Ысқылап, содамен бірінші жуып алғаннан кейін, одан кейін таза сумен де жақсылап бір рет жуып аласыздар. Мен жалбызды алдын ала жуып алдым. Оған содамен жуып қажет емес. Енді жемістерімізді бірме-бір турап аламыз. Алмамызды осылай тазартып, осы көлемде турап шығамыз. Міне турап алдық. Енді шабдалымызды да сүйегінен ажыратып алатын боламыз. Міндетті түрде жемістеріңізді қаттылау, қаттандай жұмсақ емес, осындай сырты қаттылау түрін алыңыздар, себебі компотқа жақсы болады. Және де апельсинімізді жаңағы дөңгелек пішінде осылай турап аламыз. Апельсиніміздің осындай сүйегін ішіндегі алып тастаңыздар. Менде бар болғаны 1 сүйек шықты. Және де лимонымызды да дәл солай сүйегінен ажыратып алатын боламыз. Себебі бұл сүйегімен кетіп қалатын болса, бізге өте қышқыл дәм беретін болады. Және де сол үшін алып тастаймыз. Және банкіміз бен крышкамызды осылай ыстық суға залалсыздандырып аламыз. Ең алдымен мен алма салдым. Және де 2-3 апельсин мен 2 лимон салдым. Және жалбыздан 4 данасын салдым. Қанша қажет болады, соның барлығын мен описаниеда қалдыратын боламын. Және де осылай шекерімізді әр банкымызға 1 стаканнан қосамыз. Мен тәтті мохито жасаймын, сол үшін кішкене көптеу шекер қостым. Және де 3-ші түріне осылай 5 апельсин мен 3 лимон, 4 мята салып, шекер салып, барлығын осылай дайындап алдым. Енді қатты қайнап сықырлап тұрған суымызды осылай құйып, крышкасын кішкене жауып күте тұрамыз. 1-2 минут қалып кеткен, суып қалған, ондай жаңағы су қажет емес. Барынша ыстық болуы керек. Міне барлығын жауып алдық. Енді крышкамызбен осылай бірме-бір жауып шығатын боламыз. Жауып болғаннан кейін осылай видеодағыдай осылай айналдырып шығамыз банкымызды. Себебі шекеріміз толықтай еруі қажет. Осымен түрлі жеміс-жидектерден жасалған қысқа арналған мохитом дайын болды. Сіздерге менің видеом ұнап жатса, маған лайк, комментарий білдіріп қолдап кетіңіздер. Және де сіздерде міндетті түрде жасап көріңіздер, және де достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Ақерке Қасым, сау болыңыздар.